Саламатсыздар ма білімгерлер? Мен 33-ші топ шебері Жайлаубай Өкілмара. Бүгінгі сабақтың тақырыбы желілік технологиялар. Желілік технология дегеніміз не? Желілік технологиялар бұл желі жұмысына қолайлы стандарттар, топологиялар, немесе хаттамалар комбинациясы. Желілік технологиялар: локальды желі технологиясы, интернет, токен райнг, Ethernet, токен райнг, FiDi, RSNet, Fabric Channel. Глобальды желі технологиясы XDCI, ICDN, X25, Frame Relay, ITM. Ethernet технологиясы. Ethernet жергілікті желі құрастыру мақсатында өте кең тараған технология түрі. Ол IEEE 802 стандартына негізделіп, мәліметтерді 10 бит жылдамдықпен тасымалдап отырады. Ethernet желісінде құрылғы желі арнасында сигналдың бар екендігін бақылап отырады. Егер арнаны ешбір құрылғы пайдаланбайтын болса, онда Ethernet құрылғысы мәліметтерді жөнелте бастайды. Бұл сегменттегі әрбір жұмыс станциясы жергілікті желідегі мәліметтерді талдап, олардың өзіне бағыттаған айқындап теріп алады. Бұл схема тұтынушылар саны аз болып, сегменттегі тасымалданатын мәлімет мөлшері төмен болғанда тиімді болып саналады. Ethernet желісінің негізгі сипаттамалары: топологиясы: сызықтық шина, жұлдызша шина, қатынау әдісі, SMA, SID, деректерді жіберу жылдамдығы 10 және 100 Mbits, кабельдік жүйесі жуан және жіңішке коаксиал есілген қосым оптоталшықты. Интернет технология стандарттары 15.5, 15.2, 15.3, 15.FI, 15.FB. Ethernet типтеріне: технологиялар, стандарттар, сипаттама, кабель түрі, ақпаратты жіберу жылдамдығы. Phased Ethernet технологиясы. Phased Ethernet желісінде ағымдағы арнаны бақылай отырып, көп арналы қатынасты жүзеге асыратын және қайшылықтарды айқындай алатын Ethernet технологиясы қолданылады. Бұл екі технологияларда IEEE 802 стандартына негізделген. Осыған орай ол екі типтегі желілерді жасау кезінде бірдей кабель типтерін, ұқсас желі құрылғыларын және бірыңғай қолданбалы программаларды пайдалануға болады. Phased Ethernet желісінде мәліметтер 100 Mbits жылдамдықпен тасымалданады, яғни Ethernet желісіне қарағанда 10 есе жылдам жүргізіледі. Қолданбалы программалар күрделенгенде және желідегі тұтынушылар саны артқан кезде мұндай жоғары өткеру мүмкіндігі қызылшаң кездерді болдырмайтын тәсілдің бірі болып табылады. Соңғы кездерде 10 Mbits интернет және 100 Mbits Phased интернет шешімдерін қатарластыра үйлестіреді, қамтамасыз ететін жаңа шешім табылады. Қос жылдамдықты 10/100 Mbits интернет Phased Ethernet технологиясы желілік тақша, концентратор, коммутатор сияқты құрылғыларға жоғарыдағы жылдамдықтардың кез келгенмен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. ITM Asynchronous Transfer Mode немесе асинхронды тасымалдау режимі. Бұл мәлімет алмасу үшін тұрақты ұзындықты ұялар қолданылатын коммутация технологиясы. Үлкен жылдамдықпен жұмыс істей алатын ATM желілері біріктірілген мәлімет жиындарын, сөзді, қозғалыстағы бейнелер мен жай мәліметті бір арнамен тасымалдау ісін жүзеге асыра отырып, жергілікті және аймақтық тармақталған желі рөлдерін атқара алады. Бұлардың жұмысы интернет қызметі түрлерінен айрықша құрылып, арнайы инфрақұрылымның болуын талап ететіндіктен, олар желі сегменттерін бір-бірімен біріктіріп байланыстыратын магистралдық желі ретінде қолданылады. Сақиналық архитектура технологиясы болып саналатын және технологиялар маркерлік қатынас құруға негізделген құлмалы желі жасауды пайдаланылады.
токен ринг желілері мәліметтерді 4 және 16 Mbps жылдамдықтармен тасымалдап, көбінесе IVM компьютерлер ортасында қызмет етеді. FDD технологиясы сақиналы негізде жасалып, опто талшықты кабельдермен жұмыс істеу үшін магистральды желілерде пайдаланылады. Бұл да токен ринг желілері тәрізді маркерді бір станциядан екінші станцияға жіберіп отырады. Токен ринг технологиясынан айырмасы, мұнда маркерлері қарама-қарсы бағытта қозғалыста болатын екі сақина болады. Бұл тәсіл бір сақинадан үзіліс болып қалған жағдайда желінің ақаусыз қызметін ұйымдастыру мақсатында жасалады. FDDI желілер мәліметтері 100 Mbps жылдамдықпен өте үлкен қашықтарға тасымалдау үшін қызмет етеді. Мұндағы желі сақинасы ең көп дегенде ұзындығы 100 км-ге дейінгі тұйық қашықтықты қамтиды. Жұмыс станцияларының арасы 2 км шамасында болады. Осы көрсетілген сақина түріндегі екі технология жаңа желілерді ұйымдастыруда ATM және интернет технологияларының баламасы ретінде қолданылып келеді. Осымен сабақ бітті. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.